Bismillahirrahmanirrahim. Біз алдында осы кітаптың бірінші кіріспесіне Алла Тағалаға, сана пайғамбарымызға мақтаулар, пайғамбарымыздың сипаттары екінші бөлім. Үшіншісі осы кітаптың жазылу себебі айтылды. Енді бұл кісі кітабын бастап бірінші Алла Тағалаға жақын болу, яғни Құдай Тағаланы танымақтың баяны дейді. Недер құллық ани мұштақи болмақ, өзіден фани хаққа бақи болмақ дейді. Құлдық деген не дейді? Құдайдың құлымыз дейміз ғой, сол құлдық деген не дейді? Бұл дейді, Алланы, яғни Алла Тағала мақсатым менің мақсатым Алла Тағала деу дейді. Менің мақсатым, өмірім, өлім барлығы тек қана Алла деп айту дейді. Үздін фани хаққаға бақи болмақ дейді. Яғни өзімді жоқ деп есептеймін дейді. Яғни ол құлдық деген не дегенде, адам, пенде әрбір адам өзін жоқ деп есептеу дейді. Яғни Алла Тағаланың бақи, Алланың мәңгі екендігін, Алланың мәңгі бақи екендігін енді бұл жерде былай ғой, жалпы енді осы жаратылыс негізінде енді былай негізінде жоқ қой енді. Мысалы, Алладан басқа жаратылғанның барлығы негізінде жоқ. Алла Тағала жаратқаннан кейін ғана жаратылған енді. Соны айтып тұр ғой бұл жерде енді, өйткені біз негіз жоқпыз. Сол өзіңнің сол жоқ екендігіңді Алла Тағаланың жаратқандығын, Алла Тағаланың ақиқат негізгі бар Алла. Мен жаратылғанмын, мен жоқпын, ештеңке емеспін деп сол жағын мойындау дегендеге келіп тұрып жүрді. Соны айтады. Танымақ Тәңіріне, танымақ хауаден, кейін тұрмақ фиали наравадин. Алла Тағаланы тану дейді. Алланы тану дейді. Немен болады дегенде, адам өзінің қалауларынан, өзінің нәпсінен кешумен болады дейді. Нәпсінен кешумен болады. Сосын дейді, күнәлі істерді тастаумен болады дейді. Күнәлі істерді тастаудан болады дейді. Бойын сұнмақ, егілмақ, құл демешті, қадаға разы болмақ, барша ішті дейді. Бойын сұну, Алла Тағалаға бағыну, елу деген елеумен болады дейді. Құл деген деп айтылудың өзі осы дейді. Құл деп айту үшін сол Құдайға мойынсыну керек, елеу керек дейді. Яғни Алланың әмірлерін ешқандай несіз, ешқандай итаратсыз, қарсылықсыз атқару дейді. Атқарумен, мойынсынумен болады дейді. Және де Алланың тағдырына, қазасына, Алланың тағдырына, Алланың бізге жазған сол белгілеп қойған тағдырына разы болу дейді. Бүкіл істерде дейді. Соған разы болу дейді. Бұл сол құлдық, яғни деген не дегенге жауап болып тұр ғой енді. Яқын білмек жамаат итқадын, кейін білмек мұхалып ижтихадын дейді. Яқын білмек жамаат итқадын, кейін білмек мұхалып ижтихадын дейді. Яғни әхлі сүннет вал жамағаттың итқадын, сол жамағаттың сенімін, соны яқин деп білу, соған
бүкіл кәміл толық иман ету дейді. Одан басқаны дейді, одан басқаны одан кейін қою дейді. Яғни одан басқаны оған мұхалып, оған қайшы болғанды сенімнен бас тарту дейді. Яғни жаңағы ахлі сүннет уал жамағаттың сеніміне, ақидасына қайшы ақидадан сенімнен бас тартумен болады дейді. Сеніміне қайшы сенімге дейді. Ақида білмеген шайтанға елдір, әгер 1000 ел амал деп қылса елдір. Енді ақида дейді, жаңағы сенім мәселесін айтып тұрмыз. Сенімде сол ақиданы білмесең дейді, ақиданы білмеген адам дейді, шайтанның досы дейді. Шайтанның жақыны дейді, яғни ол шайтанға жеңіліп қалатын, шайтанмен бірге болатын, яғни сондай адам дейді. Яғни ол ақидасы дұрыс болмаса, ол адамның дейді, ол шайтанға жеңіледі дейді. Шайтанның досы дейді былайша. Әгер 1000 ел амал деп қылса елді дейді. Ол 1000 жыл амал естіде дейді, сондай ақидамен, сондай сеніммен дейді, оның жасаған амалы жел ұшып кетеді дейді, ештеңеге жарамайды дейді. Ол жарамсыз Алланың алдында дейді. Енді бір нәрсені қоса кетейік. Жаңағы имам Ғазали өзінің бір несінде жаңағы адамның соңғы сәтінде дейді, өлім сәтінде жаңағы адамның имансыз кетіп қалуына, енді Алла сақтасын, екі нәрсе себеп болады дейді екен. Бірі дүниеге дейді, дүниені қатты жүрегімен сүю дейді, дүниені қатты жақсы көріп кету дейді. Адам дүниені қатты жақсы көріп кетсе, қатты сүйсе дейді, сол дүниеден ажырап бара жатқан кезде, яғни өлім сәтінде дейді, мені осы дүниеден айырған, осы дүниені менен алып қойған кім деп Алла тағалаға қарсылық білдіріп дейді, сондай бір халде болып қалады дейді. Құдай сақтасын. Сол сәтте шайтан соған жұмыс істейді екен, сол кезде барып. Сонымен барып сол адам сол немен кетсе, егер сондай бір Аллаға бір қарсы немен имансыз кетіп қалуы мүмкін дейді. Құдай сақтасын. Енді дейді, екіншіден дейді, адамда бір дұрыс сенім болмаса дейді, ақидасы басқа бір сенімде болған болса дейді, мысалы басқа бір ақидада болған болса деген сияқты, сондай бір ақидасы дұрыс болмаса, ол адамда сол жаңағы өлім сәті келген кезде сол ақиданың несіменен жаңағы ол кезде сол шайтан жаңағы адамға келіп соның жаңағы ақидасын дұрыс емес ақидасыменен кетуіне сол шайтан не болады екен, соған сөйтіп сол адамда сол ақидасы дұрыс емес адамда сондай жағдайға кіріптар болып қалуы мүмкін дейді. Сол үшін бұл жерде ақида деген ақида мәселесі, яғни сенім мәселесі өте маңызды. Соны айтып жатыр бұл кісі. Енді ақида білмеген дейді, ақиданы сол жаңағы сенімді ақида білмеген адам дейді, шайтанға елдір дейді. Шайтанның көмекшісі болмаса, шайтанға жеңіліп қалатын сондай біреу дейді, шайтанның адам дейді. Егер ол дейді амал етсе дейді, 1000 жыл амал етсе дейді, жасаған амалы ол ештеңеге тұрмайды дейді, ол қабыл болмайды дейді ғой, яғни жел ұшып кетеді дейді. Сондай. Үміт етмек ошол құдіратлі шахтин янардын хауып етіп янмақ күнахтен дейді. Енді бұл кісі былай дейді бұл жерде. Алла тағаладан дейді да, Алладан үміт ет дейді. Алланың рахмынан үміт ет дейді да. Сондай бір құдіретті болған Алладан үміт ет. Янардын хауып етіп дейді. Янмақ күнахтен дейді. Яғни оттан дейді да, жаңағы тозақтан дейді, қорқып дейді, күнәдан қайт дейді. Енді мына жерде жаңағы осы кісінің енді бір несі ғой, енді
жаңағы бір осы несіндегі бір шеберлік, жаңағы екі сөздің жаңағы, енді бұны осындай мені неткен адамдар түсінеді, енді жаңағындай сондай бір қағида бар екен, осындай бір неде янарден хауіп етіп дейді, янмақ күнәһтен дейді. Жаңағы отқа жанудан, яғни тозаққа түсуден қорқып кетті, күнәдан қайту дейді. Яғни қауіп ража дейді, үміт пен үрейдің ортасында болу дейді. Жаңағы сол сияқты соны айтып тұр. Алла тағаланың үмітінен, рахымынан үмітіңді үзбе дейді, және де Алланың азабынан қорқ деген келіп тұр. Ұялма мағрифат не өркәнірдің, тәнүр жайың болыр қалсаң тәнүрден дейді. Енді Алланы танымақты, яғни осы ақиданы мағрифат дейді, осы ілімді дейді. Үйренуден ұялма дейді. Үйренуден ілім алудан ұялма дейді ғой. Енді кімнен болса да ілім ал дейді бұл жерде. Соны айтып тұр. Әсіресе дейді осы ілімді дейді. Алланы тануды үйренуде дейді. Осы мағрифат, яғни ақида ілімін үйренуден ұялма дейді. Тәнүр жайың болар қалсаң тәнүрден дейді. Егер Құдайды танудан қалсаң дейді, Құдай тағаланы танудан қалсаң дейді, орның сенің дейді жаңағы от болады дейді. Сол жерде қаласың дейді. Сол үшін Құдайды танудың өте, Алла тағаланы танымақтың өте маңыздылығын айтып тұр. Ұялмастыр талап әміріне алған, қалыр яқшы ұялған дін ұялған. Ұялмастыр талап әміріне алған, қалыр яқшы ұялған дін ұялған. Мына жерде де кісі жаңағындай бір қағидаменен айтып тұр да, енді қарасаңыз, енді екі сөз бір-біріменен ұқсап тұр, бірақ жағы екеуі түрлі мағына береді. Ұялмастыр талап әміріне алған дейді. Енді қандай адам десе, бұл жерде Алла тағала енді өзі әмір етіп тұр ғой. Жаңағы Алла тағала өзі әмір еткен. Алла тағаланың Құранда да жаңағы пайғамбарымыздың хадисінде де бар. Алла тағаланы тануды турасында аяттар, Алланы танудың керектігін, Алла тағалаға жақындауды, Алла тағалаға ортақ қоспау, сол турасында Алла тағаланың әмірін дейді. Әмірін білген, сондай Алла тағаланың сол әмірін, сондай білім алуды Алла тағала әмір еткен деп, соны білген адамдар дейді, ұялмайды дейді. Ондай адамдар ұялмайды дейді. Оны білген адамдар Алла тағала әмір еткен, Алла тағала бұйырған деп, сол жаңағы білімді алады дейді. Қалыр яқшы ұялғандың ұялған дейді. Жақсы ұялғаннан дейді, қалады дейді. Жақсы ұялған деген, енді Алланың разылығын тауып жаңағы бейішке кірген адамдарға, бейіштегі үйді айтып жатыр ғой, бейіштегі Алланың сондай сарайларды, қасірлерді айтады. Сондай қалып қаласың дейді, ұялсаң дейді. Соменен Алла тағалаға Алланы танымақтың баян деген бөлім соңына жетті. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.